Достар, мынадай керемет оқиғаммен бөлісейін деп шештім. Күндердің бір күнінде тісімнің құрттағанын көрдім. Ауруы асқынбай тұрып, уақытында емдетейін деп шештім. Содан тіс ауруханасына барып, тісімді 18 мың теңгеге емдеттім. Содан қасында дүкенге кіріп, дүкеннің ішіне кірсем, керек жарақтың барлығы бар. Өзіме керек заттарды алып, шыға берісте бір ағайдың Каспий терминалдан шотына ақша салайын деп тұрғанын көрдім. Ағай, сіз өзіңіздің шотыңызға қанша теңге салайын деп тұрсыз деп сұрадым. Ағай бірден 200 мың теңге деді. Ағай, мен сіздің Каспий шотыңызға аударсам, сіз маған 200 мың теңгені қолма-қол бересіз ба дедім. Ағай бірден келісті. Каспий номерін ұялы телефоныма теріп, 200 мың теңгені аудардым. Ағай қолма-қол маған ақшасын санап берді. Санағанымда 21 дана, яғни 210 мың теңге. Мен қателестім бе деп қайта санадым. Қайта санасам 21 дана, яғни 210 мың теңге. Нәпсіммен ешқандай күрес болмады. Ағай, мына жерде 210 мың теңге, яғни 21 дана дедім. Ағайым таңғалып, қайта санаш деді. Қайта санадым көзінше. 21 дана шықты. 10 мың теңгесін қайтарып бердім. Ағайым мәз болып, риза болып қалды. Мінекей, осындай, шосындай.